Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге «Притворство» сериалының соңғы бөлімдерін айтып беремін. 2015 жыл. Джипси мен Никтің интернетте бір-бірімен сөйлесіп жүргендеріне 2 жыл болды. Енді Ник Джипсиді шын өмірде көріп онымен танысқысы келеді. Бірақ Джипси анасы олардың 2 жыл бойы жасырын сөйлесіп жүргендерін біліп қойса сөйлесулеріне рұқсат бермейтінін айтады. Осылайша қыз олардың кездейсоқ танысып қалулары үшін жоспар құрады. Джипси ертеңіне таңда бірден іске кірісіп, анасына бір жерлерге барып қыдырып қайтайық деп ұсыныс жасайды. Осы 2 жыл ішінде диабеттің кесірінен Диди біраз семіріп, аяқтары ісіп кеткен еді. Сонымен қатар мінезі де одан да жаман болып кеткен. Ол қызының желкесінен қатты қысып, мен бұл өмірде барлығын сен үшін жасаймын, бірақ саған үнемі барлығы аз болады дейді. Бұл қылықтарынан кейін Джипси анасына тек қана жек көрушілік сезінеді. Біздің жігітіміз Джипсидан біршама алыста тұрады. Джипсиға уәде бергендей жігіт өз жұмысында жоғарылауға тырысып жатады. Енді ол пицца пісіруші болмақшы. Бірақ жігіт икемсіз болғандықтан пиццалардың барлығын жерге түсіріп алады. Содан кейін оны даладағы жұмысына қайтарады. Пицца-педлер доставляет! Пицца-педлер доставляет! Диди қызымен татуласқысы келеді және де Золушканың жаңа шыққан фильміне баруға ұсынады. Осы сәтті пайдаланып Джипси жігітіне рубашка алып беріп автобусқа билет сатып алады. Ол жігіттің кинотеатрға келіп анасымен кездейсоқ танысып қалуын қалайды. Сонымен қатар ол жігітке айтуы керек болған сөздерді үйретеді. Бірақ ол бірде-бір сөзді есінде сақтап қала алмағандықтан қыз оған сөздерін жазып алуын ұсынады. Золушканың фильміне анасы Джипсиге міндетті түрде Золушканың киімін киіп бару керек екенін айтады. Диди мен Джипси кинотеатрға келеді, бірақ Ник еш жерде көрінбейді. Джипсидің жоспары бойынша ол есіктің алдында күтіп алып, есікті ашып, қаншайымдар өздері есікті ашпайды деген сөзді айту керек еді. Джипсидің үміті үзіліп, көзіне жас келеді. Осы сәтте есіктен зорға дем алып тұрған оның жігіті кіріп келеді. Жігіт өзінен өзі есіктер және қаншайымдар туралы бірдеңелер айта бастайды. Қорқып кеткен Диди қызын оның қасынан алып кетеді. Кино басталғалы жатыр. Жігіт Джипси мен анасының арқа жағына келіп отырады. Біртүрлі адамнан қорыққан Диди қызын басқа шетке алып кетеді. Бірақ Ник берілмей олардың қасына тағы барып отырып алады. Осы кезде Диди оған попкорнды лақтырып жіберіп, қызын тағы да арғы жаққа алып кетеді. Бұл жағдайға ашуланған Ник залдан шығып кетеді. Осы сәтте Джипси анасынан әжетханаға сұранады. Дидиға жүру қиындау болғандықтан ол қызын жалғыз жібереді. Джипси сыртқа шығып жігітіне әжетханаға баруын айтады. Содан кейін өзі де оның ізінен келеді. Жігіт қызды көріп, өмірінде көрген ең әдемі қыз екенін айтады. Осылайша екеуі бір-біріне жақындай түседі. Залда қызын уайымдаған Диди қызын іздеуге кетеді. Әжетхана бос емес еді. Содан кейін Диди залға қайтып келеді. Оның ізінен қуаныштан екі езуі құлағында болған Джипси да келеді. Фильм аяқталып олар үйге қайтпақ болып жатады. Ник есікті ашып тағы бір рет өз бағын сынап көрмекші болады, бірақ Диди оны жынды деп ойлап қызын алып кетіп қалады. Давай вернемся и поговорим с ним. Я не дам тебе разговаривать с такими уродами. Үйге қайтып келгеннен кейін Диди қызының ол жігітпен бұрыннан таныс болуы мүмкін бе деп сезіктенеді. Жігіт қызға анасының енді оның қара тізіміне енгені туралы жазады. Содан кейін ол тіпті Дидидің өзіне хабарласып, Джипси екеуі ұзақ уақыт бойы бір-бірін жақсы көретінін және де ол Джипсидің болашақ балаларының әкесі екенін айтады. Сонымен қатар өзімен дөрекі сөйлесуге ешкімге жол бермейтінін айтып, трубканы қойып қояды. Диди қызын бөлмесіне алып барып жіппен байлап қоймақшы болады. Джипси тіпті қарсылық танытпайды. Кешкі асқа қарай Диди қыздың қолын шешеді. Қыз қолы шешілгеннен бірден жігітіне маған Виктор қажет деп жазады. Ник өз қиялындағы Виктор мен Джипсиді елестетеді. Олар бір-біріне әйел оларға бірге болуға кедергі жасайтын болса өлуі керек екенін айтады. Виктор, пожалуйста, убей мою маму. Сауда үйінде Джипси тағы да анасының аяғы ауыратын пайдаланып, одан әжетханаға сұранады. Бірақ қызға әжетхана емес, пышақ сататын дүкен керек еді. Ол дүкенге келіп пышақ сұрайды. Сатушы одан пышақтың не үшін керек екенін айтады. Сол кезде қыз аң аулау үшін деп жауап береді. Қызын іздеп әжетханаға барған Диди қызын таппай өзін алдап кеткенін түсінеді. Ал дүкенде болса сатушы қызға пышақтар туралы неше түрлі әңгімелер айтып, миын ашытып жібереді. Асығып тұрған Джипси витринада тұрған бір пышақты таңдап сатып ала салады. Диди барлық жерден өз қызын іздеп
іздеп жүреді. Ақыр соңында ол әлгі магазиннің алдына келеді. Бірақ Джипси магазиннен шығып үлгерген еді. Қызын тауып алған Диди оның қолындағы пакетті жұлып алып тексереді. Бірақ пакеттің ішінде қыз анасына сыйлағысы келген жұмсақ ойыншық бар еді. Джипси өзінің құтқарушысына оған керекті заттардың барлығын сатып алғанын айтады. Осылайша ол заттарды үстелдің үстіне қояды. Олардың ішінде скотч, ұйықтататын дәрі, перчатка және пышақ бар еді. Ол жігітке Виктор ертең кешке келуі керек деп айтады. Бір жыл ішінде үйдің іші өте қатты шашылып кеткен еді, өйткені Диди қозғалуға қатты қиналатын. Ол тіпті өзінің аяқтарының тырнағын да ала алмайтын еді. Бұл жолы Джипси оған көмектесіп тырнағын алып береді. Осыдан кейін қыз анасы сезіктенбеу үшін онымен бірге ауруханаға барып ішіндегі трубканы ауыстырып келеді. Диди төсекте соңғы рет қызына қарап жатыр. Анасы ұйықтап қалған соң Джипси заттарын жинауға кіріседі. Ник есіктің алдына келгенін жазады. Осыдан кейін Дидидің айғайлап қызынан көмек сұраған дыбысы естілуде. Қыз бен жігіт такси шақырады. Қыз үйде біраз бөгеліп шыққан соң таксистке қонақ үйге қарай жүруін айтады. Олар өте бақытты көрінетін еді. Қонақ үйде қыз тынышталу үшін дәрі қабылдайды. Ертеңіне таңмен олар қонақ үйден шығып бір кафеге тамақтану үшін келеді. Бұл олардың алғашқы тамақтануы еді, бірақ романтикалық ештеңе болмайды. Ол жерге полиция қызметкерлері кіріп келеді. Қорқып кеткен Джипси өзінің қылмыскер емес екендігін айта бастайды. Осы сәтте ол сумкасындағы дәріні түсіріп алады. Олардың қасына келген полиция қызметкері дәріні алып береді. Дәрі Диди Бланшет есіміне алынған еді. Осыдан кейін қыз металл іздеуші аппараттың пышақты байқамау үшін пышақты почта арқылы Никтің үйіне жібереді. Осыдан кейін олар автовокзалға келіп Никтің үйіне баратын автобусқа билет сатып алады. Қыз бен жігіт ақыр соңында жаңа өмір бастау үшін Никтің ауылына жетіп келді. Оларды Никтің біртүрлілеу анасы машинада күтіп алады. Здрасте, очень приятно. Веселушку себе нашел, да, Ник? Жігіт өте күшті бір үйде тұрмайтын еді. Никтің бөлмесі чердакта орналасқан және іші қатты шашылып жатқан еді. Бөлмеде киім салу үшін шкаф бар еді. Жігіт оның ішіне қызға арнап орын бөліп қойған. Ал холодильниктің іші бос еді. Әдетте отбасы Никтің жұмыстан алып келген пиццасымен тамақтанады. Ал қалған күндері болса әйтеуір тапқан заттарымен тамақтанып күн көреді. Осы кезде Диди баласын тамақтандырмайтын қандай ана деп таңғалады. Қыз бен жігіт магазинге келеді. Бір сәтке Джипсидің көзіне қайтыс болған анасы елестейді. Тамақтану барысында Никтің жанұясы қызға анасымен барып татуласуын кеңес береді. Бірақ қыз Никтің қасында қалғысы келетінін айтады. Ұлдарының айтуы бойынша Никтің ата-анасы қыздың анасын қатыгез, жауыз адам деп санайды. Мұны естіген Джипси бірден анасын қорғаштап, олар бірге болған кезде күшті уақыт өткізгендерін айтады. Осыдан кейін қыздың көзіне біртүрлі нәрселер елестейді. Өзін жайсыз сезініп тұрғанын айтқан қыз жігітке үйге қайтуымыз керек дейді. Өйткені қыз анасының денесін олай тастап кеткісі келмейді. Олар қайтып барып Дидиді біреу өлтіргендігі туралы хабар беру керек деп есептейді. Осыдан кейін олардың ойына керемет идея келеді. Олар Дидидің Фейсбуктағы парақшасына өлтірген маньяктың атынан жазуды ойлайды. Лейси жұмыстан қайтып келеді. Фейсбукты ашқан ол Дидидің парақшасына біреудің "бұл қаншық өлді" деп жазғанын көреді. Ол бірден анасына хабарласып Фейсбукты көруін айтады. Бірақ жоспар ойдағыдай жүзеге аспайды. Барлығы пікір қалдыруда, бірақ ешкім барып үйді тексермейді. Осы кезде Джипси маньяктың атынан тағы бір рет "мен ол шошқаны өлтірдім және де қызын зорладым" деп жазу қалдырады. Бірақ олар хаттың жіберілген мекен жайын өшіруді ұмытып кетеді. Ник полиция қызметкерлерін бұл хаттың мекен жайын тексеретіндей ақылды емес екенін айтып қызды жұбатады. Ақыр соңында Лейси мен Мел үйді келіп тексеруге бел буады. Бірақ есікті ешкім ашпайды. Осылайша олар полицияға хабар береді. Осылайша сол күні кешкісін келіп полиция қызметкерлері денені табады. Ал басқа жақта Никтің отбасы кешкі ас ішейін деп жатыр. Осы сәтте әлгі пышақты салып жіберген почта келеді. Қорқып кеткен Джипси бірден айғақтарды жоғалту үшін пышақты өзенге тастамақшы болады. Джипсидің ізінен Ник шығады. Қыз оған олардың айғақтарды жасыру керек екенін айтады және де Ник оған мүлде көмектеспей жатқанын айтады. Мұны тыңдап тұрған Ник қызды жұбатудың орнына жерде жатқан тасты қолына алады. Джипси қатты ашуланып кетеді. Осы
сәтте Никтің анасы келіп оларға үйге кіруін айтады. Полиция қызметкерлері Фейсбуктағы хаттың жіберілген мекен-жайын анықтап, сол жаққа қарай жол тартады. Никтің бөлмесінің терезесінен полиция қызметкерлерінің машиналарының жарықтары көрінеді. Полиция қызметкерлерін көрген Джипси қатты қорқып кетеді. Олар қашатын жол таппайды. Осы кезде Ник оған шкаптың ішіне тығылу туралы идея тастайды. Ұйқыдан оянып кеткен Никтің ата-анасы неге полиция қызметкерлерінің олардың үйін қоршап алғандарын түсінбей тұрады. Шкаптың ішінде отырғанда Ник Джипсиді жұбатып, олар үнемі бірге болатынын айтады. Полиция қызметкерлері отбасыдан Джипси Бланшеттің қалай келгендігі туралы сұрайды. Никтің анасы баласының ақыл-есі орнында болмағанымен оның адам өлтіруге қабілетті емес екендігін айтады. Полиция қызметкерлері үйге кіріп, үйді тексере бастайды. Джипси өзін-өзі қылмыс жасамағандығына көндіруге тырысып жатады. Осы сәтте шкаптың есігі ашылып, полиция қызметкерлері жұпты тұтқындайды. Бөлімшеде Джипсиден жауап алу үшін бөлмеге детектив кіреді. Ол қызға анасының біреулердің тарапынан өлтірілгенін айтады. Мұны естіген қыз актерлік шеберлігін пайдаланып өтірік жылай бастайды. Мұны көрген детектив қыздың бұл іске қатысы бар екенін білетінін және де өз жазасын қиындатпау үшін сұрақтардың барлығына шынында нақты жауап беру керек екенін айтады. Ал басқа бөлмеде Ник түсініктеме беріп жатады. Ол полиция қызметкерлеріне бірден Дидиді өлтіргендігін мойындайды. Және де детективтің бұл жағдайға Джипсидің қатысы бар ма деген сұрағына жігіт шын мәнінде анасын өлтіруді Джипсидің өзі сұрағандығын айтады. Никтің анасы баласының ойлау қабілеті 15 жасар баланыкінде екенін айтады. Және де ол қыздың өз анасын өлтіргізіп, пышақты қорықпай жігіттің үйіне жіберіп, оны көрген сәтте ешқандай түр бермегендігіне таң қалады. Көршілер теледидардан Джипсидің табылғандығын естіп қуанып жатады. Бірақ сәлден кейін олар Джипсидің қылмыскердің киімімен және де өз аяғымен жүріп келе жатқанын көріп таң қалады. Сот залында детектив қызға өлім жазасын беру керек, немесе оны өмір бойына түрмеге қамау керек деп айтады. Сот залынан шыққан соң Ник қыздың жанына келіп, олар бір-бірін ешқашан жалғыз тастамайтынына уәде береді. Адвокатпен кездескен Джипси өзіне өлім жазасын бермейді деп үміттенуде. Бұл үшін олар қыздың анасының Джипсиға өтірік диагноздар қойдырғандығын дәлелдеуі керек. Ал ол үшін де қыздың медициналық кітапшасы қажет болады. Бірақ медициналық кітапшаны алу үшін доверенность Дидида болғандықтан Джипсиға өзінің өмір бойы жек көріп келген әкесіне хабарласуына тура келеді. Түрмеде күтілмеген жағдай болып, Джипси оңала бастайды. Түрме дәрігері оның қарнында орнатылған трубканы алып тастамақшы болады. Бірақ қыз трубка анасынан естелік болып қалсын деп алдырғысы келмейді. Дәрігер сонда да трубканы алып мусорға тастайды. Енді қыз жалғыздықта тамақтанады және де жалғыз өзі ұйықтайды. Джипси Лейсиға хабарласып, болған жағдайдың барлығына анасының кінәлі екенін айтады. Лейси ашуланып, бұл үшін біреуді өлтірудің қажеті жоқ еді деп трубканы қойып тастайды. Осыдан кейін ешқандай шарасы қалмаған қыз әкесіне хабарласып келуін сұрайды. Джипси ешқашан күтпеген жағдай болып, әкесі оны көру үшін түрмеге келеді. Әкесі қызына 2 шоколад береді және де оған медициналық кітапшасын алып келеді. Медициналық кітапшасында қыздың үнемі дем ала алмай есінен танып қалып жүретінін жазылған еді. Бірақ мұның барлығы өтірік болатын. Бірақ анасы әкесіне қарағанда қыздың үнемі қасында болған еді. Әкесі ол кезде өзінің 17 жаста болғанын айтып ақталады. Ол кезде ол ештеңе білмейтін қазіргі Джипсидан 7 жас кішкентай жасөспірім еді. Онымен қоса ол үнемі қызымен байланысқа шыққысы келді, бірақ Диди оған жол бермейтін еді. Ол қызының 2 айлығында, 3 айлығында және де 8 жасында қасында болған суреттерді көрсетеді. Бірақ қыздың мұның барлығы есінде емес, өйткені анасы оған әкесін жамандап, миын улап тастаған еді. Келесі сот отырысы басталады. Адвокат сотқа қыздың медициналық кітапшасын көрсетеді. Және де ол қыздың қылмысқа бармағандығын, психологиялық жағдайына байланысты осы заттарды жасағандығын айтады. Сонымен қоса адвокат соттан Ник пен қыздың жағдайы бөлек-бөлек қаралуы керек екенін талап етеді. Сот аяқталғаннан кейін адвокат қызға енді жасаған қылмысын мойындап, түрмеде өзін жақсы ұстаса, мерзімнен ерте босалуға мүмкіндігі бар екенін түсіндіреді.
Біз қылмыс жасалған күнге қайта ораламыз. Төсекте қызы мен анасы бір-біріне қарап жатады. Диди өзінің қызын періштем деп айтады. Джипсидің көзіне жас келеді. Ұйықтап бара жатып, Диди қызынан жанымды қатты ауыртпашы деп сұрайды. Қыз киімдерін жинау үшін орнынан тұрады. Никтан есіктің алдында тұрғандығы туралы хабарлама келеді. Қыз қолына пышақты алып жігітке есікті ашады. Қыз Никқа анасы екеуінің бөлмесін көрсетіп, өзі ваннаның ішіне тығылып қалады. Бір сәтте Дидидің айқайлаған дауыстары естіліп жатады. Мұның барлығын Джипси естіп тұрады. Барлығын естіп тұрған Джипси өзін жайсыз сезінеді. Бір кезде дыбыстың барлығы жоғалып, үйде тыныштық орнайды. Осы кезде ваннаның есігіне Ник қарайды. Ол өз жұмысын бітірген еді. Қыз қолдары дірілдеп пышақты жуады. Содан кейін Никтің қан тиген беттерін және қолын тазалайды. Осыдан кейін Джипси боянып жатады, ал Ник өзінің қан болған киімін жуып жатыр. Паригін тағып болғаннан кейін Джипси такси шақырады, ал жігіт болса қыздың анасының жинаған ақшаларын алып алады. Джипси өзінің үй жануарларын сыртқа шығарып, үйдің температурасын ең төменгі дәрежеге дейін түсіреді. Енді ол жүзіндегі күлкімен жаңа өмірге қадам басуға дайын еді. Бірақ барлығы ол ойлағандай жүзеге аспайды. Осылайша түрме камерасында қыз анасының иығына басын қойып жатқанын елестетіп отырады. Түрмеге түскен соң 1 жылдан кейін Джипси Бланшард өз қылмысын мойындайды. Оны 10 жылдық мерзімге түрмеге қамайды. Енді қыз түрмеден шыққан соң өз отбасын құруды жоспарлауда. Ал Николас Годержон бірінші дәрежелік қылмыс жасады деп айыпталады. Ол мерзімнен бұрын босатылу мүмкіндігі жоқ, өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Мінекей достар, осымен Джипси Бланшардтың шынайы өмірінен алынып түсірілген фильм соңына жетті. Фильм жайлы өз ойларыңызды төмендегі комментарийда жазып кетіңіздер. Осы уақыт аралығында видеоларымызды қалдырмай көріп, бізбен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алдағы уақытта каналда осы сияқты қызықты фильмдерге шолу жасайтын боламыз. Сол үшін де бізге тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінге бізде осымен тәмам. Келесі қызықты видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.